Сәлем, бүгін осындай барлық тәттілеріңізге сай келетін қамыр дайындайтын боламыз. Ол сіздің бауырсақтарыңызға да, булочкаларыңызға, нан жасасаңыз да, пицца жасасаңыз да бәріне сай келеді. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі жолы сіздерге осындай керемет тағамдарын ұсынатын боламын. Онда кеттік. Сүтті құямыз, оның үстінен ыстық суды құямыз. Сонда екеуі жылы күйге түседі. Осының үстінен бір жұмыртқамыз саламыз. Тұз, қант. Осындай бір пачка 10 грамм дрожь саламыз. Және кішкене майонез қосып жібереміз. Осысын араластырып, үстінен ұнымызды қосып отыратын боламыз. Сіздер осылай толық көрсін деп толық салдым, себебі қамыр өте жұмсақ болады. Қаттығы билеп қоймау керек. Мөлшерінің бәрін описание бөліміне қалдыратын боламын, міндетті түрде қарап өтіңіздер. Үстінен май құйып, тағы да кішкене илейтін боламыз. Осылай жұмсақ күйде бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қоямыз да осылай көтерілгеннен кейін тағы да бір рет қолымызды майлап алып, тағы да бір рет басып қоямыз. Қайтадан пищевой пленкамызды жауып, тағы да 15-20 минутқа қойып қоясыздар жылы жерге. Енді көтерілген қамырды өзіңіздің қажетіңізге қолдана берсеңіз болады. Мен осылай 3 бөлікке бөліп, барлығын маймен жасадым. Қамырдың бірінші бөлігінен мен осылай нан жасадым. Оны табамызға формасын келтіріп салып, үстінен пищевой пленканы жауып, жылы жерге қойып қоямыз. 15-20 минутқа. Екінші бөлігінен осылай жайып алып, булочка дайындайтын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша формасын жасасаңыздар болады. Мен осылай жай ғана рогалики жасай салдым. Рогаликтің ортасына шоколад немесе тағы да басқа дәмділер салсаңыз болады. Рогаликтің ортасынан сары май жағамыз және бетінен қант себетін боламыз. Міне осылай жағып алып, үстінен қантты себеміз және бөліктерге бөліп, рогалигімізді орайтын боламыз. Булочкамызды да осылай бетін жауып 15 минутқа қойып аламыз. Қалған бөлігінен бауырсақ жасаймыз. Оны осылай қалыңдау етіп жайып аламыз. Және форма ретінде мен осылай кесіп алдым. Бауырсақтарды да сәл көтерілгенше осылай жауып қоятын боламыз. Оларды осындай көптеу майға қуырамыз, сонда әдемі ортасы қуырылған болып жақсы шығады. Міне қызарғаннан кейін алатын боламыз. Міне нанымыз көтерілді. Оның үстінен жұмыртқа жағып, бетінен күнжіт сеуіп, 270 градус қызып тұрған пеште 15 минуттай пісіріп аламыз. Пештеріңізге қарайсыздар, беті қызарған уақытта дайын болады. Енді булочкаларымыздың бетінен де жұмыртқа жағып, оның үстінен кішкене қант сеуіп қоямыз да, пешке 270 градус қызған пешке 15-20 минутқа жібереміз. Міне біздің бауырсағымыз, булочкамыз, нанымыз бәрі дайын болды. Осында керемет дәмділермен жақындарыңызды қуантыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Жұлдызай.